жіп. Жіп деген не ол? Кезінде мысалға бір нәрсені адамдар есте сақтау үшін қолына жіп байлап жүреді екен. Мысалға бүгін мен жаңағыдай баланы садикте алып кетуім керек деген сияқты бәлки, мысалы қолына жіп байлап қояды, қарайды, бүгін садик бар екен ғой деген секілді. Адамдар ұмытшақ адам болуы мүмкін ғой. Немесе қолына байлап қояды да кілтім бар екен ғой деген секілді. Осындай қолына жіп байлап қоюдың үкімі не деп жатыр? Бұл қолына жіп байлап қоюға бола ма? Немесе шүберекпен дәрет алғаннан кейін кептірілсе бола ма деп жатыр. Не дейді? Ла юкраху хирқатун ли удуин. Дәрет алатын болсаңыз, дәреттен кейін орамал қолдану проблем жоқ дейді. Өйткені неге айттық біз? Өйткені жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біз білеміз, дәрет алғаннан кейін сүртінбеген. Неге? Өйткені ол жақта күн ыстық, және айттық дәреттің берекетін кетірмес үшін не істейді? Дәреттен кейін неге сүртінбейді. Яғни күнге кептіріледі, бірақ барып барлық суды алып ешқандай болмаған сияқты кептірінуге жақсы емес дегенбіз. Бірақ уәлә бәса деп жатыр. Уәлә юкраху макрух емес екен. Дәрет алу үшін орамал қолданып, онымен кептірінсеңіз, ешқандай проблема жоқ, макрухтық жоқ деп жатыр. Жақсы? Тем более біздің елде қыстың күндері әрине аяғыңызды, қолыңызды сүртпесеңіз, бәлки ауруға ұшырап қаласыз. Сосын проблема жоқ мүлде. Ау мухатин, ау арақин. Немесе сол секілді мына неге орамал қолдану мұрынға дейміз ғой. Мұрынға орамал қолданып, соған арнайы орамал қолданып жүру, ау арақ немесе терге арнайы орамал ұстап жүру, бұда да макрухтық жоқ деп жатыр. Теріңізді сүрту үшін орамал қолдансаңыз, бұда проблем жоқ екен, машалла. Уәлә тукраху ратимату. Сол секілді макрух емес, айтылғандай жіпті есте сақтау үшін қолдану. Жіпті қолыңызға немесе бұл ратима дегенде екен. Жүзікке немесе қолға байланатын жіп деп келеді. Қолға байлап қояды екен жіпті, немесе жүзікке байлап қояды. Жүзікке байлап қояды не үшін? Бәлки бір нәрсе есіне түсіру үшін. Бұлдай нәрселерді жасау ешқандай макрухтық жоқ, яғни бидаат нәрсе емес деп жатыр. Түсінікті? Өте жақсы.